Сәлем достар. Менің арнама қош келдіңіз. Мұнда жүректі тербейтін, өмірден алынған әсерлі әңгімелерді бірге оқимыз. Егер сізге де терең мағына, шынайы сезім, тылсым оқиғалар ұнайтын болса, дұрыс жерге келдіңіз. Арнама жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Себебі алда сізді талай қызық, жүрекке жететін оқиғалар күтеді. Қиындықтан туған шынайы махаббат, Алмаз бен Дананың тағдырлы оқиғаны оқитын боламын. Соғына дейін тыңдаңыздар. Алмаз 27 жаста, табысты диджитал мамандардың бірі. Мінезі салмақты, ішкі әлемі терең, көпшілікке ашыла бермейтін тұйық жігіт. Дана 24 жаста, креативті дизайнер. Еркін ойлы, рухани әлемге жақын, тартымды келбетінің артында үлкен сыр жатқан қыз. Олар алғаш рет коворкингте кездесті. Бір үстелде отырып, әрқайсысы өз ісіне шомып кеткен. Алмаз алғаш көргеннен ақ Дананың өзіне тартып тұрғанын сезді. Оның бейғам күлкісі, періште үнді әуені құлағына естілгендей әсер қалдырды. «Wi-Fi құпия сөзін айта аласыз ба?» деді Дана. Алмаз тосылып қалды. Дауысы жұмсақ, бірақ ішкі отты оятатындай еді. «Әрине. Тек менің нөмірімнен басталады», деді ол жымиып. «Демек, енді біз таныспыз», деді қыз да еркін жауап қатып. Сол сәттен бастап олардың арасына байқалмай, бірақ қарқынды тартылыс орнады. Жұмыстан соң бірге кофе ішу, ұзақ әңгімелер. Жігіт оның жанарына көп қарап қалатынын байқады. Ал Дана да Алмаздың әр сөзін қызығушылықпен тыңдайтын. Бірақ бұл қарапайым таныстық емес еді. Бұл екеуінің де ішкі шекарасын бұзатын, еліктіретін, шытырманға бастайтын алғашқы қадам болатын. Кездесулер жиілей берді. Бірге кофе, бірге жұмыс, бірге үнсіздік. Бірақ сол үнсіздіктің өзі бір-біріне көп нәрсе айтатындай. Алмаз өзін бұрын соңды мұншалықты жайлы сезінбеген. Дананың жанында тынышталып, шабыттанып, тіпті өзінің жұмсақ тұстарын ашып жатқанын аңғарды. Бір кеште, жаңбыр жауып тұрған Алматы көшелерінде олар бір дәмханадан шықты. «Үйің алыс па?» деп сұрады Алмаз. «Жоқ, жақын. Бірақ бүгін сол жаққа асыққым жоқ», деді Дана күлімсіреп. Сол сөз Алмазға ішкі дабыл секілді естілді. Бір жағынан жүрегі дүрсілдеп соқты, бір жағынан күмән, бұл дұрыс па? «Кел, аз уақыт сөйлесейік, менде жақсы кітап бар еді, көрсеткім келеді», деді Алмаз, даусын сабырлы ұстауға тырысып. Пәтерге кіргенде үнсіздік орнады. Қала дыбысы алыста қалған. Дана терезеге қарап тұрды. Алмаз ас үйден 2 шыны шай алып шықты. Қыздың қасына жай келіп тұрды. «Бір түрліміз, иә», деді Дана. «Бірақ бұл шынайы», деп жауап берді Алмаз. Кенет көздер тоқайласты. Үнсіз, асықпай, екеуі бір-біріне жақындады. Бір-бірінің демін сезіп, жүрек соғысын естіді. Ал алғашқы сүйіс, жай ғана құмарлық емес, тыйым салынған, бірақ екеуінің де ішкі әлемін жарып шыққан сезімнің көрінісі еді. Бұл тек бастамасы еді. Алмаз бен Дана арасындағы түн жай ғана құмарлық емес, жанның тереңінен шыққан тартыс пен түсіністіктің тоғысы болды. Таң атып келе жатқанда, терезеден енген бозғылт жарық екеуінің де жүзін сипап өтті. Дана жай ғана қарап жатты. Алмаз үнсіз. «Біз не істедік, Алмаз?» деді ол сыбырмен. «Біз өзімізден қашып жүрдік», деді жігіт жай ғана. Бірақ шындықтан емес. Олар бұл сезімді мойындағанымен сырт әлемдегі жауапкершілік пен салт дәстүр екеуін түн ішінде ғана еркін қалдыратын. Таң атқанда бәрі қайтадан шындыққа айналатынын екеуі де білді. Бірақ ең қиыны Дананың жігіті бар еді. 7 айдан бері бірге. Ал Алмаз сол жігіттің бала күнгі досы. Осы шындық екеуінің арасын күндіз алыстатып, түнде қайта жақындататын. «Бізге бұлай болмайды», деді Дана. «Бірақ сен де, мен де басқаша бола алмаймыз», деп жауап берді Алмаз. Сол күннен бастап олар жасырын кездесулерге көшті. Көзден таса, көңілден тыс, тек өздеріне тиесілі сәттерді ұрлай бастады. Бірақ әр сәт тәтті ғана емес, азапты да еді. Екеуінің арасында махаббат қана емес, кінә мен үрей де бірге өріліп бара жатты. Күздің салқын кешінде Алмаз бен Дана әдеттегідей жасырын кездесуге келді. Бірақ бұл жолы бәрі басқаша еді. Дана үрейлі, көзінде сенімсіздік бар. «Ол менің телефонымды ақтарыпты», деді Дана күбірлеп. «Кім?» Алмаз орнынан қозғалып кетті.
Айдос ол. Бірдеңе сезіп жүр. Көзімен айтып қояды. Үндемейді, бірақ суық қарап жүр. Алмаз үнсіз қалды. Екеуінің де өмірі бір қадамда тұр еді. Не бәрін тастап, шындықпен бетпе-бет келеді, не өздерін де, өзгелерді де алдап өмір сүруді жалғастырады. Махаббат пен опасыздықтың шекарасы бар ма? Деді Алмаз күрсініп. Бар, бірақ біз екеуміз сол шекараны баяғыда бұзып өттік деп жауап берді Дана. Осы кеште Алмаз Данаға нақты ұсыныс айтты. Маған кет. Бәрін ашып, өз өмірімізді бастайық. Оны қалай жасаймыз? Қай бетімізбен қарап, кімнің алдында не дейміз? Осы сұрақ түн бойы жауапсыз қалды. Бірақ екеуі де білді, бұл ойдан кейін кері шегіну болмайды. Күндердің күнде Айдос бәрін біліп қоятыны анық еді. Айдос кешкісін үйге кеш оралды. Үнсіз, көзі тік, қабағы қатулы. Дана бірден байқады, бүгін ол өзгерек. Іштей дір ете қалды. Телефоның қайда? Деді Айдос кенет. Дананың жүрегі тарсылдап соқты. Қолындағы құрылғыны баяу ұсынды. Айдос үндемей ашты. WhatsApp, Instagram. Сақтықпен жасырылған диалогтар. Бірақ бір фотосурет қалт жібермепті. Дана мен Алмаздың бірге түскен селфиі. Күлкілі, бейкүнә көрінгенмен көзқараста бәрі айтылыпты. Айдос телефонды үстелге қойды. Сен мені ақмақ көрдің бе? Дананың көзінен жас ыршып кетті. Бірақ ол үндемеді. Ақталмады. Ол кім саған? Деп Айдос зілді дауыспен сұрады. Ол жүрегімнің тыныштығы, деді Дана сыбырлап. Айдос орнынан атып тұрып, есікті тарс жауып шығып кетті. Бұл түн Дананың өміріндегі ең ұзақ түн болды. Ол еденге отыра қалып үнсіз жылады. Өкінді ме? Жоқ, қорықты, енді не боларын білмеді. Алмаздан хабар жоқ. Телефон сөнулі. Бұл тыныштық дауылдың алдындағы тыныштық еді. Айдос таң ата ұйықтамаған күйі көлікке отырды. Бір ғана мақсат Алмазды табу. Жанында жанармай секілді жанып жатқан ашу бар, ал көкейінде жауапсыз сұрақтар. Ол Алмаздың жұмыс орнын, достарын, дәмханаларды бәрін аралап шықты. Ақыры бір ескі достары арқылы естіп, Алмазды қаланың шет жағындағы спорт залдан тапты. Айдос табалдырықтан аттаған сәтте ақ, Алмаз оны көріп, не боларын түсінді. Бірақ орнынан қимылдамады. Сен кім болдың, менің әйелімнің жүрегіне жол ашатын? Деді Айдос тістене. Сен ол жүректі тыңдап көрдің бе? Деп Алмаз жай ғана жауап берді. Айдос жұдырық ала жүгірді. Бірақ дәл соққы жасамай тоқтады. Жаңа ғана ашу кернеген жанарында енді бейбіт реніш пайда болды. Ол менің әйелім еді. Сен менің артымнан жүрдің бе осы уақыт бойы? Алмаз тыныс алды. Жоқ, біз кездейсоқ жолықтық. Бірақ мен оны шын сүйіп қалдым. Ұзақ үнсіздік. Екеуі де білетін, бүгінгі әңгіме бәрін өзгертеді. Айдос артына бұрылып кетіп қалды. Оны енді өзің қорғайсың, деді ол есік ашыларда. Бірақ бақытты етіңдер. Осы бөлімде 3 жүрек сынғандай. Бірақ бір үміт туды. Дана терезе алдында үнсіз тұр. Айдос кеткеннен бері жүрегі тынышталар емес. Ешкімді ренжіткісі келмеді. Бірақ өзінде жоғалтқысы келмеді. Сол сәтте есік тықылдады. Алмаз. Рұқсат па? Деді ол жұмсақ үнмен. Дана көзін сүртіп бұрылды. Енді бәрі өзгеше, иә. Алмаз жанына келіп, оның қолын ұстады. Мен сені қорғауға, қолдауға, сүюге дайынмын. Бірақ бір ғана сұрақ қойғым келеді. Қандай? Сен дайынсың ба? Дана ұзақ ойланды. Көзіне жас толды. Иә. Бастайық, бірақ асықпай. Өзімізді, өмірді қайта танудан бастайық. Сол күні екеуі қаланың сыртындағы тыныш жерге барып серуендеді. Күлді, еске алды. Бір-біріне қарап, алғаш рет тыныштықпен сүйді. Бұл бастама болды. Жаңа, шынайы өмірдің. Алмаз бен Дана үшін бәрі жаңаша басталғанда еді. Бірақ шынайы өмір ертегі емес. Екеуінің қарым-қатынасын сырт көз бірден қабылдай қойған жоқ. Бір күні Дананың анасы келді. Қызым, жұрт не дейді? Әлгі досы бар еді, ой күйеуінің енді сонымен жүр дейді. Ұят емес пе? Дана үнсіз тыңдады.
Бұрынғы Дана ренжіп жылап қалар еді. Бірақ қазір ол есейген. Апа, мен біреудің өмірі үшін емес, өз бақытым үшін өмір сүрем. Жұрттың сөзіне бола тағдырымнан бас тартпаймын. Алмаздың да достары таңырқаған. Әй, бауырым, бұл не енді? Әмеңгерлік пе, махаббат па? Махаббат, деді Алмаз нық. Біз екеуміз бұл шешімді оңай қабылдаған жоқпыз. Бірақ таза сезім үшін күресу әлсіздік емес. Адамдар біраз сөз қылды. Кейбірі түсінді, кейбірі теріс қарады. Бірақ олар бір-біріне сенуді тоқтатпады. Кешкілік екеуі бірге отырып шай ішіп отырды. Алмаз күлді. Сенің көзіңе қарағанда мен сырттағы шудың бәрін ұмытып кетем. Дана басын изеді. Себебі бұл жол жүрекпен таңдалған жол. Алмаз бен Дана енді тыныш өмірге аяқ басып келе жатқанда өткеннен тағы бір көлеңке жетіп келді. Бір күні Дананың қайын сіңлісі Әсем келді. Ол марқұм күйеуінің туған қарындасы. Босағадан кіре бере ақ жүзінен салқындық сезілді. Дана, мен сені түсінгім келеді, бірақ мен үшін бұл сатқындық, деді ол бірден. Дананың жанары жасқа толды. Бірақ үнсіз тыңдап отырды. Ағам сен үшін бәрін істеді. Енді сол ағамның досымен. Қалай ғана? Алмаз сөйлеуге оқталып еді. Дана оның қолын ақырын қысып тоқтатты. Әсем, сенің ашуыңды түсінем. Бірақ бұл өмірді тек сырт көзбен емес, жүрекпен де көру керек. Мен Алмазды өмірге қайта алып келгендей болдым. Біз ешкімнің жүрегін жаралағымыз келмейді, бірақ өзімізді де жоғалтқымыз келмейді, деді сабырмен. Әсем үнсіз қалды. Кетіп бара жатып, уақыт көрсетеді, деді. Кешке Алмаз баланың бөлмесіне кіріп еді. Кішкентай Ерасыл сурет салып отыр екен. Бұл кім? Деді Алмаз. Бұл мама, ал мынау сен. Екеуің қол ұстасып тұрсыңдар. Мен де қастарыңда тұрмын. Үшеуміз бір отбасы, иә. Алмаз үндемей баланы құшағына қысты. Дана мен Алмаздың қарым-қатынасы жайлы ел ішінде сыбыс көбейіп кетті. Бастапқыда тек сыбырлаған сөздер енді ашық әңгімеге айналды. Бірі түсіністікпен қараса, енді бірі шошып кінәлай сөйледі. Бір күні Алмаздың жақын досы Асхат кездесуге шақырды. Сен не істеп жүрсің, аға? Бұл жол емес қой, деді ашуын жасыра алмай. Ол әйел сенің досыңның жары еді. Алмаз қабағын түйіп отырды. Ол жай ғана досымның жары емес, ол тірі жан. Ол менің жанымды тірілтті. Біз өз бақытымыз үшін жауаптымыз. Сол сәтте Дана да қоғам қысымын қатты сезінді. Анасы хабарласып ренішін білдірді. Халық не дейді, қызым? Артыңнан сөз еріп жатыр. Ұлыңның болашағын ойла. Ол үнсіз тыңдап, бір сәтке бәрінен шаршады. Бірақ баласына, Алмазға қарады. Олар менің өмірімді сүріп жатқан жоқ. Менің орныма ешкім ауырған жоқ. Демек, мен өз бақытымды өзім таңдаймын. Сол түнде екеуі ұзақ сөйлесті. Жетет, деді Алмаз, біз жасырынып өмір сүрмейміз. Қайда барсақ та бірге боламыз, деді Дана. Таң ата бере екеуі қол ұстасып, қаланың шетіне қарай көлікпен жүріп кетті. Жаңа өмірге, жаңа таңға қарай. Жаңа қалаға келгенде, Дана мен Алмаз үшін бәрі өзгеше болды. Әр нәрсе жаңа адамдар, жаңа мүмкіндіктер, жаңа қиындықтар. Бірақ олар бірге еді. Алмаз жұмыс іздеп, өзінің шеберлігі мен табандылығын көрсетті. Дана да өз ісін бастауға бел буды. Қиын күндерде де бір-біріне қолдау болып, сенімін жоғалтпады. Бірақ кейде өткеннің көлеңкесі оларды қудалап жететін. Қалада жаңа таныстар арасында өтірік пен сыбыстар қайта басталды. Бірақ бұл жолы олар қорықпады. Бірге болғанда ештеңе сүріндіре алмады. Біз өз тағдырымыздың иесіміз, деп айтты Дана бір кеште. Ешкімнің сөзі бізді анықтамайды. Алмаз оның сөзін қолдап. Біз бірге өстік, бірге жеңдік. Енді тек алға ғана, деді. Екеуі арманға толы жаңа өмірге аяқ басты. Олар үшін бастысы бірге болу, шынайы махаббат пен сенім. Уақыт өте Алмаз бен Дана өткен қиындықтарға төтеп беріп, бір-біріне деген махаббаттары тек күшейе түсті. Қала өмірінің қаталдығы мен сынақтары оларды мықты етті. Енді екеуі де өз болашағын бірге құруға дайын еді. Дана өзінің кішкентай кәсібін ашты, қолөнер бұйымдарын жасап сататын орын тапты.
Алмаз да жұмысында абыройлы қызметкерге айналды. Олар бір-бірінің арманына қолдау көрсетіп, қиын сәттерде демеу болды. Бірақ өмір тек қуаныш қана емес екенін ұмытпады олар. Бір күні күтпеген жағдай орын алды. Алмазға жұмысында үлкен сынақ түсті, жауапкершілігі мол жобаны басқару ұсынылды. Бұл оны күйзеліс пен күмәнге ұшыратты. Бірақ Дана оны сенімділікпен, сүйіспеншілікпен қолдады. «Сен істей аласың, мен саған сенемін», деді ол жылы үнмен. Осы сөздер Алмазға күш беріп, ол өз міндетін абыроймен орындады. Олар бірге жаңа белестерді бағындырды. Бірнеше жыл өткен соң, Алмаз бен Дана шаңырақ көтерді. Бұл тек үй мен отбасы ғана емес, өмірдің барлық қиындықтары мен қуаныштарын бірге бөлісуге уәде болатын орын еді. Олардың махаббаты шынайы, сынақтарға төтеп беретін, нағыз ерлі-зайыптылардың махаббаты еді. Енді олар бақытты, сенімді болашаққа бірге қадам басты. Сау болыңдар, достар. Бүгінгі әңгімені тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Егер жүрегіңізге жетсе, пікір қалдырып, өз ойыңызды бөлісіңіз, сіздің қолдауыңыз мен үшін маңызды. Арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Келесі әңгімеде қайта қауышқанша аман болыңыз, шабытпен өмір сүріңіз.